Қайырлы күн көрермен, төрт сұрақ жобасын бастаймыз. Елімізде 2021 жылдан бері қызмет көрсетіп келе жатқан 109 байланыс орталығы халыққа күнделікті тұрмыс тіршілігіне қатысты көптеген мәселені шешуге көмектеседі. Байланыс орталығының негізгі міндеттері мен қызметтері қандай? Тұрғындардың өтініштері мен шағымдарын орындау қалай жүзеге асады? Осы сұрақтарға студиямыздың қонағы 109 байланыс орталығының сапа бақылау және коммуникация бөлімінің басшысы Інжу Мұратқызы жауап беретін болады. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрағым, 109 байланыс орталығының негізгі міндеттері мен қызметтері қандай? Байланыс орталығына хабарласу жолдарын атап өтсеңіз. 109 бірыңғай байланыс орталығы 2021 жылдың ортасында ашылған. Қызмет ашылғалы бері барлық Маңғыстау облысының тұрғындарынан 150 мыңнан астам шағымдар мен өтініштер келіп түсті. Орталықтың басты артықшылығы кез келген саладағы көптеген мәселелерді бізде қашықтықтан шешіп бере аламыз. Біз облыс тұрғындарын 109 номері арқылы коммуналдық, тұрғын үй, сонымен қатар денсаулық сақтау, білім беру және де әлеуметтік, кәсіпкерлік туралы тақырыптарында өздерінің өтініштерін, шағымдарын, сұрақтарын қабылдаймыз. Және де өтініштер бізде міндетті түрде көмек 109 деп аталады. Ол автоматтандырылған ақпараттық жүйеге енгізіледі. Өзіміздің жүйеміз бар, автоматтандырылған, және сол жерде өзінің шешімін табады. 109 қызметі халықтан өтініштерді тәулік бойы, яғни 24/7 күні-түні, күн демей, түн демей қабылдайды. Күніне тұрғындардан өтінішті қабылдау үшін 10 жұмысшы, яғни 10 адам қызмет жасайды. Штатта қабылдау диспетчері, оларды жаңағы орындайтын мекемелерге бағыттау диспетчері, сонымен қоса сапа бақылау бөлімі, және де штаттық психолог, және де әлеуметтік желілерді де мониторинг жүргізіп отыратын мамандар қызмет етеді. Күніне орта есеппен 100-200 өтінішке дейін келіп түседі. Тек қала тұрғындарынан емес, тек ақтаулықтардан ғана емес, сонымен қатар әртүрлі аудандардан, ауылдардан да келіп түсіп жатады өтініштер. 100-200 өтініш күнделікті режимде, ал кейбір кезеңдер болады, мысалға жылыту маусымы басталған кезде, немесе жаңбыр көп жауған кезде, ондай табиғи өзгерістер болып жатқан кезде 300-ден асып кетеді, мысалға бір күнде өтініштің саны. Қоңырау әдетте бірінші гудоктан қабылданады, бірақ жаңағыдай айттым ғой, кейбір кезде өтініш көбейген кезде біздің тұрғындар желіде 1-2 минут, бірақ одан аспайды, күтіп қалуы мүмкін, сондай уақыт алады. Бірақ міндетті түрде кез келген өтініш қабылданады, және де оны біздің жүйемізге тіркеп, әрі қарай шешім табуға тырысамыз. Қазір 109 қызметі тек 109 телефон номері арқылы ғана емес, сонымен қатар ақтаулықтардың, маңғыстаулықтарды күні-түні WhatsApp, Instagram және Ақтау 109 Telegram боты арқылы да хабарлама, фото, видео, аудио, қоңырау арқылы шағымдар мен өтініштерді қабылдайды. Яғни қазір 109 қызметіне 4 жолмен хабарласуға болады. Ұялы және стационар телефондардан 109 номеріне қоңырау шалады, қысқа номеріне WhatsApp мессенджері арқылы жазуға болады, видео, аудио жіберіп жатады кейбіреулері, бірақ мәтінмен әрине бізге оңайырақ болатын еді. Және де Инстаграмда Маңғыстау 109 деген парақшада комментарий ретінде немесе дайректке жазсаңыздар, оны бізде әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізетін менеджерлар міндетті түрде жауап береді. Және де жаңадан ғана іске қосылған Телеграмдағы Ақтау 109 Телеграм боты бар. Ол жерде барлығы автоматтандырылған, контактпен бөлісу, сұрақты таңдау, жауапты тұлғаларды таңдау деген Телеграм арқылы да жіберсеңіздер болады. Біз мұнымен тоқтамай, әрі қарай дамудамыз. Қазір көмек 109 мобильді қосымшасы дайындалып жатыр. Ол жерге тұрғын шағымын жазып, фото, видеосын тіркеп, және де оның орындалу барысын өзі бақылай алады. Және де барлығын өзі көмек 109 мобильді қосымшасы арқылы көріп отырады, қай этапта жүріп жатқанын.
Болашақта тағы да 109 бірыңғай байланыс қызметінің телеграм каналын іске қосуды жоспарлап отырмыз. Ол бір жақты канал болады, яғни біз өзіміздің жаңалықтарымызбен, яғни әрбір саладағы, мысалға әлеуметтік саладағы, коммуналдық тұрғыдағы жаңалықтармен бөлісіп отырамыз. Бірақ тұрғындар қалаған кезде комментарий қалдыра алатындай етіп жасауға тырысудамыз. Ондай да мүмкіндік қосылады. Бізде тағы да басқа бірнеше жобалар, идеялар бар, бірақ оларды мен қазір айта алмаймын. Дегенмен олардың бәрі сіздердің, маңғыстаулықтардың бізбен байланысымыз ыңғайлы әрі жеңіл болу үшін жасалып жатыр. Рахмет. Келесі сұрағым, 109 байланыс орталығы қандай мәселелерді шешуге көмектеседі? Сіздердің орталықтарыңызға ең жиі келіп түсетін өтініштер қандай? Ең жиі өтініштер келіп түсетін ол тұрғын үй коммуналдық сұрақтар. Ақтау қаласында, Маңғыстау облысында ол өте өзекті мәселелердің қатарында. Сонымен қатар денсаулық сақтау саласы бойынша алғыс білдіру, шағым деген сияқты бар. Әлеуметтік мәселелер, ол тұрғын үй, баспана алу жөнінде және кәсіпкерлік туралы да сондай тақырыптарда да өтініштер келіп түсіп жатады. Және де айта кететін тағы да бір жағдай, бұл жерде кадрларды таңдау процесі өте қатал жүреді. Жалпы 109 қызметіне жаңа кадрлардың барлығын халықпен жұмыс жасауда өзімнің тәжірибем болғандықтан, өзім психологиялық, эмоционалдық, жалпы сонымен қатар мәдени, этикалық, толеранттылық параметрлері бойынша сыннан өткізіп аламыз. Міндетті түрде өзім журналистика саласында 15 жылдан астам қызмет еткендіктен, олардың жалпы халықтың, тұрғындардың мұң шерін іштей ұғатын болғандықтан, кез келген өтінішті, шағымды оң нәтижесі шыққанша апаруға тырысамын, және де сол үшін қызмет етіп жатырмыз. 2008 жылдан бері Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесімін. Сондықтан бұл жерде жаңағы сөйлеу мәдениеті, этикалық жағынан болашақ кадрлар сондай болғанын қалаймыз. Және де міндетті түрде ситуациялық іс-тәжірибе барысында, стажировка барысында оларды міндетті түрде ситуациялық сынақтардан өткізіп барып, өзіміздің қатарымызға қосамыз. Және де айтып кететін мәселе, 109 қызметінің менеджерлері өтінішті қалай жүзеге асады дедіңіз ғой, яғни процесі тиісті мекемеге жолдайды, содан кейін орындалуын қадағалап, өтініштің нәтижесі туралы міндетті түрде өтініш берушіге қайтадан жауап береді, яғни кері байланыс орнатып, қалай шешілгендігін міндетті түрде хабарлаймыз. Тұрғындардан түскен өтініш шағымдар біздің автоматтандырылған жүйеге жауапты орындаушыға тікелей байланыс жіберіледі. Бізде сондай платформа, яғни тұрғын үй коммуналдық инспекциясына қатысты өтініш болса, олар да ана жақтан біздің платформаға қосылған, оларға өтініш келіп түседі, және де бірден олар жауабын жазады. Ол жаңадан енгізіліп жатқан біздің жаңалықтарымыздың бірі. Көп жағдайда біздің менеджерлер тұрғынның сұрағы бойынша өздері телефонда алып, құзырлы органдарын тауып, жауапты адамының, маманның жұмыс номеріне өздері соғып шешіп беріп жатады. Және де кейбір жағдайда да тіпті жеке номеріне дейін соғып жатып соғады. Сонымен қатар 109 қызметінде Маңғыстаудағы барлық коммуналдық ұйымдар, жергілікті атқарушы органдары және олардың мамандары мен басшылары қосылған ортақ WhatsApp чат жұмыс істейді. Біз ол жерде 109 қызметіне түскен шұғыл сұрақтардың шешімін сол жерде шешеміз WhatsApp арқылы, сол басшылармен бірге ортақ чатта. Егер шешілмеген өтініштер бар болса, оларды нақты жауапты мамандармен, басшылықтармен кездесіп, бірігіп шешеміз. 109 қызметі облыс әкімдігіне қарайды. Сол себепті әкімдікке жаңағы орындалу барысы бойынша, тәртібі бойынша тұрақты түрде есеп беріп отырамыз. Сонымен қатар 109 қызметіне түскен өтінішті жедел әрі сапалы орындалуын қадағалайтын бізде басқарма бөлім басшыларының рейтингі жарияланып тұрады. Яғни қайсы бөлім
басшысы тезірек, қайсысы сапалырақ өтінішті атқарды, жаңағы шешімін тапты деген сияқты. Ол жерде лидерлер мен антилидерлер біздің платформадағы арнайы формула бойынша анықталады. Жалпы келіп түскен өтініштер қаншалықты оң шешімін тауып жатады? Оң шешімін көп жағдайда барлығын тіркейміз. Оң шешімін табатын әр облыста әртүрлі. Мысалға, біздің айтып кеттім, Маңғыстау облысында көбісі тұрғын үй коммуналдық мәселелерге байланысты. Біз жеткізетін жеріне дейін жеткізіп береміз, оны орындайтын адамдар басқа. Сол себептен 70-75% оң шешімін тауып жатады. Қалғандары, мысалға, бірден шешілетін емес, бюджеттің бөлінуін, келесі жылда ол бюджеттің қарастырылуын, оның әкімдікке келіп түсуін, сосын оның ақшаның таратылуын сол жерде сондай уақытты талап ететін өтініштер болады. Оны сол хабарласқан моментте шешіп тастау физикалық тұрғыда мүмкін емес. Енді келесі сұрағым, жалпы байланыс орталығына хабарласу аумағы қай аумақты құрайды? Яғни тұрғындар тек қана Ақтау қаласынан хабарласа ала ма, немесе ауыл аймақтарында өтініштерін қабылдайсыздар ма? Осы жалпы 109 қызметі ашылғалы бері тек Ақтау қаласының тұрғындары хабарласып жүрді, бірақ біз бір орында тоқтамай, жалпы қолымыз жетіп тұрғандықтан, мүмкіндік бар болғандықтан, байланыс бар болғандықтан Маңғыстау облысын қамтып отырмыз. Яғни 109 қызметіне Маңғыстау облысы бойынша кез келген аудандағы ауыл тұрғыны бізге хабарласып, өзінің өтінішін, сауалын, сұрағын, шағымын жеткізе алады. Және де 109 қызметінің менеджерлеріне негізі осы тұста айта кетейін, оңай емес, өйткені қоңыраудың шыны керек, 90% өте эмоционалды, экспрессивті, тіпті агрессиялық типте болады. Білесіз ғой, шағымданатын адамдардың типажы. Және де көп тұрған біздің қызметті шағымды қабылдаушы және оны бірден орындаушы деп түсінеді. Кез келген сұрақпен, яғни біз ол физикалық тұрғыдан мүмкін емес, біз денсаулық жөнінде де шағымды қабылдап, денсаулық туралы мәселені шешіп тастау. Немесе коммуналдық жаңағы біздің подъезде су кетіп жатыр, және оны шешіп тастау бір инстанцияда іске асатын зат емес, соны түсінсе екен дейміз. Сол жағынан, яғни түсіністік танытса, шыдамдылық танытса, біз жеткізгенше. Сол жаңағы бізді орындаушы деп түсінетін жағы қате түсінік, ескерте кететін жағдай. Және де біз коммуналдық, денсаулық сақтау, әлеуметтік мәселелері бойынша тиісті мекемелерге жеткіземіз. Және оны тағы да бір акцент жасағым келіп тұрған жайт, ол жаңағы біз қоқыс тастау немесе жаңағы арналмаған орындарда қоқыс тастау, я болмаса далада көше шамдарының жанбауы, тағы да бір бағаналарда қауіпті сымның болуы деген сияқты жағдайларда міндетті түрде WhatsApp мессенджерларымызда тұрғындардан телефонмен хабарласып айтып жатса да, міндетті түрде фото немесе видео сұратамыз. Сол жерден сол кезде неге деген сұрақтар, түсініспеушіліктер болып жатады. Айта кетейін, себебі біз жауапты мекемеге хабарласқан кезде олар айтады, қай жерде қандай көлік жіберу керектігін алдын ала білу керек. Мысалға, жаңбырдан кейін су сору процесі болса, мысалға бізде су жиналып қалды десе, оны да суретке түсіріп жіберу керек. Қандай көлік бару керек, қандай маман бару керек. Сол кезде фото, видео арқылы тезірек орындалады. Олар бірден сол салаға жауапты адамды, сол салаға қатысты көлікті жібереді. Сондықтан сол фото, видео дәйектемелер сұраған кезде түсіністік танытса екен дейміз. Біздің сонымен қатар тазартушы жаңа мекемелерді айтып кеттім, олар да өздерінің көлемін анықтап отырады. Сол себепті бізден талап етеді. Ал қалған сұрақтар бойынша біз әрдайым тұрғындардың жаңағы кез келген сұрағын жауабын, мәселесіне жауапты адамдарды, қызметкерлерді, олардың контактысын табу үшін мүмкін жайттың, кейде тіпті мүмкін емес жайтты да істеп жатамыз. Қолымыздан келген барлығын жасаймыз. Жалпы 109 қызметі операторлары, менеджерлары сол үшін тырысады. Түсінікті. Бүгінгі сұхбаттан біз 109 байланыс орталығының жұмысы туралы көп ақпарат алдық. Уақыт бөліп сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.